балдарына барлықтарын шеңберге келе қойыңдар. Балалар, кеше біздің елімізде қандай атаулы мереке өтті? Балалар, міне сендер менен 5-ші сыныптан бастап 5, 6, 7, 3 жыл бойы келе жатырмын. Әрқайсың менің бір сөзімді қалдырмай орындап жүргендеріңе, тәртіпті, үлгілі болып, мектебімізде жақсы аттармен шығып жүргендерің үшін сендерге алғыс айтамын, балалар. Жақсы, ал сендер кімдерге алғыс айтар едіңдер? Дүниеге әкелген ата-аналарына, содан кейін ал қане онда ұстаздарына бір алғыс айтып беріңізші. Білім нәрін берген барша ұстаздарымызға мың алғыс. Жақсы, балалар, онда орындарына жайғасыңдар. Балалар, қазір барлығымыз орындығымыздың арқасындағы суретке қарайық. Топқа бөлініп, орындығымыздың арқасындағы суретке қарайық. Қарап па? Ал енді балалар. Атамекен деген жайлаудың суреті, Наурыздың суреті тұрған топ мына жерге келеді. Атамекен топына. Ал айналайын сіздің суреті тұрған мына топқа келеді. Айналайын. Адал деген топ мына жерге келеді. Адал деген жазу бар ма? Міне жазу. Адал деген. Жақсы, жайғасаңдар балалар. Қазір біз сендерменен үй тапсырмасын қайталаймыз. Үй тапсырмасын біз Kahoot деген онлайн тест сайты арқылы үй тапсырмасын қайталамыз. Kahoot'ты ашамыз барлығымыз. Kahoot'ты ашылған балалар қол көтеріңіздер. Үй тапсырмасы балалар бізде дұрыс тамақтану, грамматикалық тақырып, шылау тақырыбы бойынша сұрақтар. Грамматикалық сипатына қарай шылау түрлерін көрсек. Бала жауап берді. 2 бала жауап берді. 1 бала қалды. Жақсы. 3 бала дұрыс жауап берді. Жақсы. Келесі. Екінші сұрақ. Ыңғайластық мәндегі шылауларды көрсет. Ыңғайластық мәндегі шылауларды көрсет. Тамаша. Үшінші сұрақ. Қарсылық мәндегі шылауларды көрсет. Қарсылықнан 9, 11 бала, 12, 13 бала. Септеулік шылауларды көрсет. Жақсы, тамаша. Бесінші сұрақ. Бар септік тұлғасындағы сөзден соң мезгіл мағынасын білдіретін шылаулар. Алтыншы сұрақ. Тамақтану
мөлшері неге сәйкес болғаны дұрыс? Соңғы сұрақ балалар. Дұрыс тамақтану бойынша адам күніне қанша рет ыстық тамақ ішу керек? Үшінші орында Карина, екінші орында Жарқын, бірінші орында Гүлназ. Бірінші орында Гүлназ. Жақсы, видеоға назар аударып, мұқият тыңдағандар. Видео не туралы екен? Мұқият дер салып тыңдайық балалар. Süt önümlerine ayran, құрт, ірімшік, тосап, қатық, май жатады. Олардың әрқайсысының ағзаға тигізер пайдасы мол. Мәселен, айран гипертония, гастрит ауруларына ем. Түнде ет мұзғашта кесе айран ішсеңіз, тыныш әрі жақсы демаласыз. Қазіргі таңда жалпы қазақстандықтардың арасында остеопороз ауруы туындап отыр, яғни ер және 40-тан асқан ер азаматтарда остеопения жағдайы туындап отыр. Ол сүйектің минералдық тығыздығының төмендеуі. Осындай алдын алуда күнделікті ересек адамдар үшін міндетті түрде 400 граммға дейін сүт және ашытылған сүт өнімдері тұтыну керек. Ал балаларға жастайынан міндетті түрде күнделікті бір стақан айран және одан бөлек 200 грамм сүт және басқа да сүт өнімдерін қолдану керек. Құрт жасау үшін Жақсы балалар. Бұл мәтінде не туралы айтылған балалар видеода? Ол жерде айран, қатық, басқа да өнімдер сүттен жасалатынын айтқан. Және де ол егер де жатар алдында бір кесе айран ішіп жатсақ, түніміз тыныш болады. Және де 40-тан асқан ерлерде остеопороз аурулары бар. Және осы остеопороз ауруын айран емдейтінін айтқан. Остеопороз деген сүйектің тығыздығының азаюы, иә балалар, сүйектің сынғыш келуі екен. Жақсы балалар, қандай сүт өнімдерін білесіңдер? Қандай сүт өнімдерін білесіңдер? Айран. Біз қандай түрлі малдардың сүтін пайдаланамыз? Жақсы балалар. Енді балалар осы қазақ халқы жалпы осы сүт өнімдері күнделікті дастарханымызда шындығына келгенде бір аз тұрады, иә балалар. Осы қай мерекеде біздің сүт өніміміздің қадір қасиеті артып, қай мерекеде? Мерекесінде, иә балалар. Бәріміз бір есімізге түсіріп дастарханымызды сүт өнімдеріне толтырып қоямыз, иә. Наурызда балалар бата қалай басталады жалпы? Жақсы балалар, ендеше біздің сабағымызға Наурыздың ұлыстың ұлы күні жақын келе жатқандықтан Қыдыр ата келіп отыр екен, бата берем деп Қыдыр атаның батасын алайық балалар. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын. Қайда жала жерге еніп, қайда барса жол болсын. Сабағымыз сәтті болып, көңіліміз жайлансын. Қымыз шұбат айранмен ұрттарымыз майлансын. Жаңағы өздері көріп отырғандай, бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаттарын тоқталып өтейікші. Бірінші балалар, Карина оқып жүрші, ең алдыңғы мақсатымыз не екен бүгінгі сабағымыздың? Оқу мақсаты біріншісі мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастыру. Тамаша, отыр. Жарқын, екінші мақсатымыз не екен? Тақтадан оқиын. Екінші мақсатымыз не? Оқуын және тыңдау материалы бойынша тірек сөздер мен тірек тіркестің синонимдер қатарында ауыстырата отырып жинақты мәтін жазу. Яғни алдарына берілген мәтіннен жинақты мәтін құрастырып жазасыңдар.
алдарыңа берілген мәтіннен проблемалық сұрақ құрастырасыңдар, иә? Тағы да, иә, ислам үшінші мақсатымыз не екен? Одағай түрлерін ажырата білу қолдану. Одағай түрлерін ажырата білу қолдану дейді балалар, жақсы. Олай болса, балалар, жалпы одағай дегеніміз не екен? Сендер жалпы одағай тақырыбымен таныссыңдар, иә? 6-шы сыныпта өттіңдер, иә? Қазір енді сендерге топтарына тапсырма беріледі. Бірінші алдымен тақтамен жұмысты бітіріп аламыз, содан кейін барып тапсырманы орындауға кірісеміз, жақсы ма? Бірінші топқа одағайдың сөйлемдегі қызметі. Балалар, жақсы. Болдық па? Балалар, әр топтан бір-екі баяндамашы шыға қалсыншы, екі баяндамашы кім болады? Екі баяндамашы. Қалғанымыз жайғасамыз. Екі баяндамашыдан тағайындап өздерін шыға қалып. Балалар, бір минут. Тақтадағы мәліметті дәптерге жазып отырамыз. Түсіндік па? Тақтадағы мәліметті қалыппай дәптерге жазып отырамыз. Бұл бір. Екіншіден назар аударыңдаршы. Балалар, сендерге сабақ басында айтуым керек еді, ойымнан шығып кетті. Мынандай өзін-өз бағалау парағы таратылды. Әркім өзінікін алып, жаңағы каходта өзін қалай бағалады, әр сабақтың бөлімі сайын өздеріне ұпай қойып отырыңдар. Жақсы. Суреттер сөйлейді әдісі бойынша, жақсы ал айтамыз. Бірінші суретте бізде шіркін деген эмоция берілген. Шіркін дегенде бұл адам өзі ойлайды, бірақ сол арманына жете алмай жүргенде әрі жағымды, әрі жағымсыз одағай болып саналады. Көңіл күй одағайы әрі жағымды, әрі жағымсыз. Тамаша. Екінші жағымды эмоция бұл суретте кішкентай бала. Қандай одағай? Одағайдың түрін жазбапсыңдар. Көңіл күй одағайы, жағымды эмоция. Қандай одағай? Жағымды, көңіл күй. Сөз. Қандай сөз анда? Алақай деп айтамыз ба біз? Алақай дейміз, неге жазбайсыңдар сол сөзді, иә? Үшінші суретте мұнда жағымсыз эмоция. Иә? Қандай сөз айтар едіңдер ол жерде? Қандай одағай сөз айтар едіңдер? Ойбай. Ойбай, әттеген-ай, қап деген, иә балалар? Кішкене толық орындамаған екенсіңдер. Екіншіде мұнда жағымсыз эмоция, масқара дегендей. Иә, масқара деген эмоция, иә, жақсы. Ал екіншісінде шіркін, жағымды да жағымсыз эмоция. Шіркін деп қиялдап отыр. Үшіншісінде жағымды эмоция. Иә, қандай? Өте күшті, алақай. Қандай сөз айтар едік балалар? Керемет. Бәрекелді деген сөздер бар, иә, тамаша деп, жақсы, иә. Жарайды, жақсы. Мына жерге қоя тұрайық, негізі жапсырайық деп едім. Немесе анау қабырғаға барып жапсыра салыңдар жұмыстарын. Мен отаппен мына бір қабырғаға барып жапсыра салыңдар. Мұнда жеке одағайы бірінші суретте жағымсыз эмоция, мысалы япырай деген.
Екінші болса да әрі жағымды, әрі жағымсыз. Сенде де жекіру одағайы дұрыс па, балалар? Дұрыс айтып тұр ма жекіру одағайын? Жекіру одағайлары қандай? Тек, тай деген сөздер болу керек болған. Иә? Мына жерде қандай сөз болу керек? Мынау біз өстіп айтамыз ба? Шіркін дейміз ба? тек, Не деп айтамыз? Қане үй тапсырмасы деп мұғалім ашуланады, иә? Көңіл күйін қане деп жекіріп ұрысып айтады, иә? Жекіру деген. Сонда мынау қандай сөз жазу керек еді? Шіркін деген дұрыс па? Жоқ, қате жазып тұр. Иә, қане деген сөз жазу керек, иә? Үшінші болса жағымды, мысалы алақай деген. Жекіру. Бұл жерде нұсқап тұрады. Нұсқап тұр. Жаңағы міне деген сияқты, иә? Не болмаса нұсқап айту одағайларын жазу керегелер. Қате жазысындар, қайталап оқимыз оқулықтан, ережемен жұмыста. Наргиз, неге қабырғаға жақсырақ? Осы ол шақыру одағайы. Осы жерде тие тұр, тиені біз қош-қош деп шақырамыз. Осы жерде жылқы тұр, оны қырау-қырау деп шақырамыз. Осы жерде қой, оны шай. Қалай шақырамыз қойды? Шайт деп шақырамыз, иә? Сосын ешкіде шөке деп шақырамыз. Мысықты кіс-кіс, пісіт дегенде шақырамыз. Кіс деп шақырамыз, иә? Жақсы, толық жазу керек болған, біраз кемшіліктер бар. Одағайдың сөйлемдегі қызметтері. Жақсы. бірінші сөйлемде, Балалар, дәптерге жазып отырмыз ба? Дәптеріміз жақсы. бізде бірінші сөйлемде бәрекелді деген одағай болды, нағыз деген анықтауыш, азамат деген бастауыш болды. Ерлеп. Талдаймыз. Одағай қайсысы? Бәрекелді, Не істер? Олар. Кім болар? азамат, қандай? Нағыз азамат қандай болар? Осындай. Дұрыс. Мына жерде одағай бар ма? Мына жерде одағай сөйлем мүшесі болып тұр ма? Жоқ. Жақсы баса отырасаш, жарайды, қоя салма. Бұл жерде бастауыш болды. Қай жерде? Ойбайы. Иә. Негізі одағай сөйлем мүшесі болмайды. Бірақ ол түрленіп, жұрнақтар жалғап, неге айланып тұр? Бастауышқа айланып тұр. Жақсы. Так. Түспейді деген пысықтауыш па? Баяндауыш. Ал, мынау не? Сәлден соң досым ақылеп, ұқылеп, мазасыздана бастады. Сәлден. Динар, қате түзейміз, Гүлназ түзеп. Сәлден. Емес, иә? Ақылап, ұқылеп. Одағай қайсысы? Ақылеп, ұқылеп. Иә, бұлдың түбірі қайсысы одағайдың? Түбірі қайсысы? Бұл жерде жұрнақтарменен жалғанып, түрленіп, одағайымыз не болып тұр? Сын қимыл, пысықтауышына айланып тұр. Мазасыздана бастады ол бізде. Дәптерге жазып алдық па, балалар? Дәптерге жазып алдық па? Балалар, бүгінгі біз қазір лексикалық тақырыбымызға ораламыз. Қазір мен сендерге мынандай тәжірибе жүргіземіз. Сүтке қатысты. Айналайын тобына айналайын сүтін беремін. Балалар, егер де қазір сүт өндіруші заводтар сүттің құрамына крахмалды көп қосса, егер ол түсі ақ болу үшін, не болмаса қою болу үшін құрамына крахмал қосып жібереді екен. Сонда ол қою және аппақ болады. Бірақ ол адамның денсаулығына өте зиянды, қанды қойылтады. Сондықтан біз қазір тәжірибе жасаймыз, қай сүт пайдалы, қай сүт пайдасыз деген. Йодпен жұмыс істейтін балалар қолдарына перчатка киіп алыңдар. Тез орнымыздан тұрамыз. Балалар, сүт жоқ, мына тәжірибемен жұмыс істейтін балаларға екі бала тұрса болады. Жарты стақан көлемінде сүт дәптерлерге төгіп алмай, йодтың барлығын құйыңдар стақанға. Жарты стақан құйсаңдар жеткілікті. Пипеткамен йодтан тамызамыз, жылдамдықтан. Жарты стақанды құйсаңыз. Тез йод тамызамыз. Йод тамызамыз.
Aralastırып жүріңіз. Tez. Yok, көбірек дамызыңдар. Tez араластырамыз. Йоттамыз араластырдық па? Жақсы, бергендер. Тез стакандармен келді. Берген. Ал жақсы. Айналайынның түсі өзгерді ма? Жоқ. Яғни біз пайдаланып жүрген айналайын сүті құрамында крахмал жоқ екен, иә балалар? Мынау топ. Атамекен? Адал тобының түсі балалар өзгерді ма? Қараңдаршы. Өзгерді ғой балалар. Қандай болып кетті мынау? Сұр болып кетті, иә? Сұр болып кетті. Яғни бұл сүттің құрамында не бар деген сөз? Крахмал бар деген сөз. Атамекен тобының өзгерді ма түсі балалар? Сәл бір сұрлау болды, иә балалар? Яғни бұның да құрамында крахмал бар, ол адам ағзасына зиянды деген сөз екен. Жақсы балалар, отырыңдар. Мына жерге стаканды мына жерге қалдырамыз, йодты мына жерге әкеліп қойыңыз. Өмірде балалар сүтті тұтынғанда әр нәрсенің сапасына қарап жүрейік. Балалар, жер қараймыз. 3 топтың алдында айналайын тобына айран деген мәтін берілді балалар. Айран деген мәтінге. Бір-бірден алыңдар, түгел мына алдарында тапсырма жатыр. Бір-бірден алып, төбесіне аты жөндерін жазыңдар. Төбесіне аты жөндерін жазыңдар. Бұл мәтін бір мәтін бойынша бер қараймыз. 6 тапсырма орындаймыз. Өзін-өз бағалау парағына өздеріңді бағалап отыруды ұмытпаңдар. Тәжірибеге шыққандар өздеріне жақсы ұпай қойып отырыңдар. Білу, түсіну, қолдану, талдау, жинақтау, бағалау. 6 деңгейде тапсырма орындайсыңдар. Бір-бірімен таныс болыңдар. Мәтінмен жұмыстың бағалау критерийімен ескеріктері балалар. Мәтінді тапсырмаға сәйкес талдайсыңдар. Мәтін бойынша тірек сөздер мен синонимдерді табасыңдар. Тірек сөздерге синоним табасыңдар. Сабағымыздың мақсатына сәйкес. Мәтін бойынша жинақы мәтін жазасыңдар. Түсінікті ме? Одағайдың түрлерін ажыратасыңдар. Өзіндік ой пікірлерін бүгінгі өмірмен байланыстырып, жүйелі түрде жеткізесіңдер. Түсінікті ме? Ал жақсы, 7-8 минут беріледі сендерге тапсырма орындауға. Мәтінді түсініп оқимыз. 7-8 минут. Тайм спикер Артёптың уақыт белгілеушісі. Арман уақытқа жауаптысың. 7 минутта тобың аяқтау керек. Жандос тайм спикер 7 минутта тобың аяқтау керек. Наргиз тайм спикер 7 минутта тобың аяқтасың. Балалар,
Vaqtimiz tығыз болып барады екен. Топ ішінде бөліп алыңдаршы. Топ ішінде әр тапсырманы бөліп алыңдар. Себебі әр бала толық алып тапсырманы орындап үлгермейді екенбіз. Ақылдас. Бірінші топ ішінде бөліп алыңдар. Әр тапсырманы топ ішінде бөліп алыңдар. Ариза, топтарына қайдың? Айыңыз тапсырманы. Қайсына алыңдар? Алғыз, тез бөліп алыңдар. Қайсына алыңдар? Екі, үш минуттан кездесіп балалар. Бір тапсырмадан бөліп алыңдар. Так. Бірінші тапсырма. Әркім бір тапсырмадан дайын ба? Дайынсың. Так, кел. Дайын келдің дейінші. Бір тапсырмадан, иә? Тез. Бірінші тапсырма жеңіл, иә, әркім бойынша. Тез. Айраннан қандай ауруларға ең көп жауабы таңдадым, себебі ол Г жауабында барлық жауабы дұрыс. Жарайды, дұрыс жауабы. Екінші. Айранның пайдасы мәтіндегі тірек сөздер тауып, синоним қатар жазыңыз. Біріншісі айранның пайдасы, екіншісі пайдасы зор, үшіншісі айранның құрамы, төртіншісі дәрумендер, бесіншісі ауруын жазады. Ясты. Тірек сөздердің синонимі. Біріншісі айран оң әсері, Пайдасы оң әсері. Айранның дәрумені, ағзаға оң үлесі, денсаулыққа Денсаулыққа пайдасы, денсаулыққа оң әсері деді ме? Ауруларды жұғады. Жұғады? Жояды. Үшінші тапсырма. Айранның пайдасы. Мәтін бойынша екі проблемалық сұрақ құрастырыңыз. Не себепті айранды тамақпен бірге ұсынған деп ойлайсыз? Не себепті тамақты айранмен бірге ұсынған? Кім жауап береді? Өйткені ол айран барлық дауаға Тез ортады. Екінші сұрақ. Қыз-келіншектер айранды көп қолданғаны дұрыс па? Жақсы. Дұрыс. Себебі орта ағаттан келеді. Мәтіндегі тірек сөздерді синоним сөздермен алмастырып жинақы мәтін жазыңыз. Айран ұйытылған сүт, ол түрлі дерттерді жояды. Сонымен қатар айранның құрамында калий және кальций дәрумендері бар. Д дәрумені сүйектің беріктігін қатайтады. Айранның қасиетін қазақ бұрыннан біліп, кешкі асқа айран тұтынған. Жақсы. Егер сіз күніне 400 грамм айран ішсеңіз, қанша миллиграмм кальций мен калий дәрумен алғаныңызға пайдасын әкеледі. Егер мен 400 грамм айран ішсем, мен 20 миллиграмм кальцийді 4-ке көбейтемін. Сонда 480 миллиграмм кальций менің денсаулығыма барады және де көптеген ауруларды жояды. Егер 146 миллиграмм калийді 4-ке көбейтіп 584 миллиграмм калий барады. Калий шықты және де 400 грамм айранда 584 миллиграмм калий мен 480 миллиграмм кальций болады.
Жақсы, тамаша. Өйткені мен оны Балалар, естідім ғой. егер де осы айналайын тобының жауабы өте дұрыс десеңдер 5 жұлдыз көтеріңдер, аз десеңдер 4-еу, көп десең одан аз десеңдер 3 жұлдыз көтеріңдер. Я қалай бағалайсыңдар? 5 жұлдызға бағалап алсыңдар. Сендер енді көшпелі келесі топ бағалап жеріңдер. Тез. Көшпелі, я келесі топ бағалап жеріңдер. Қалай бағалайсыңдар? Жайғаса беріңдер ке Атамекен тобы. Атамекен тобы. Атамекен тобы. Бірінші сұрақ. Тыныш қызақтаймыз. Қыз емдік қасиеті мәтіннің мазмұнына сәйкес сөйлемді анықтаңыз. Мәтіннің мазмұнына сәйкес сөйлем анықта. Онда А жауабы. Қандай ол? Қымыз халық ауылға енді. Тамаша Хасан. Жақсы. Келесі кім? Қымыздың емдік қасиеті мәтіндегі тірек сөздерді тауып оларды синонимге қаратып жазыңыз. Иә. Бірінші тірек сөз ол қымыздың құрамындағы, екінші ол дәрумен, үшіншісі ол қымыздың пайдасы, төртіншісі емдік негіздері, ал бесіншісі ол ауырған науқастың. Тірек сөздердің синонимі. Қымыздың қасиеті, витамин, қымыз пайдасы, ауырып, сырқаған. Ауырып деген сөзге сырқаған деген жазың жарайды. Қымыздың емдік қасиеті мәтін бойынша екі проблемалық сұрақ құрастырыңыз. Бірінші сұрақ, қымыздың пайдасы. Қымыздың ішінде көп дәрумендер бар. Олар В1, В2, В3, С, Д. Осы дәрумендер адам денсаулығына маңызды. Сұрағың сол ма? Сұрақ қалай? Сұрақ Қымыздың пайдасы. Қымыздың пайдасы неде? Жарайды. Екінші сұрақ, қымыздың неге пайдасы? Қатты Қандай дәрумендер алу? Жауап, қымыздың өте көп дәрумендері бар. Мысалы, кальций бар. Қымыз жүйке жүйені тыныштандырады. Проблемалық берген балдар кішкене жеңіл бірақ қойыпсыңдар, иә, сұрақты жарайды. Төртінші тапсырма мәтіндегі тірек сөздер мен синоним сөздерді алмастырып жиынтыққа мәтін жазыңыз. Жинақы мәтін жазыңыз. Әрине қымыздың өте тойымды тамақ. Адам ауырғанда тезірек жазылу үшін қымызды ішу керек. Қымыз денсаулыққа, иммунитетке өте пайдалы. Және де оның ішінде А, С және Д дәрумендері бар. 1 литр қымызды ішсеңіз 200-260 мл С дәрумені болады. Жақсы, шықшам, тамаша. Бесінші тапсырма қымыздың емдік қасиеті. Егер сіз күніне 400 грамм қымыз ішсеңіз, қанша миллиграмм В1, В2, В3 дәрумендерін қабылдаған болар едіңіз. В1, В2, В3 дәрумендерін атауымен жазыңыз. Яғни, егер де мен қымыздың 400 граммын ішсем, мен тиамин, яғни В1 дәруменінің 828 миллиграммын, рибофлавин В2 1500 миллиграммын, пантотен қышқылы В3 дәруменінің 8040 миллиграммын ішіп жібереді. Жақсы, тамаша. Балалар, бағалап жеріңдер. Қанша ұқпайды? Тамаша. Келесі топ жылжымалы тездетеміз. Тез. Беріңіз алғыз, әрине. Жарты отыра беріңдер, бағаларын отырып көресіңдер. Адал тобы. Адал тобы тездетеміз. Бірінші сұрақ, сұрақтан бастаймыз. Мәтінге қатысы жоқ ақпаратты анықтаңыз. Жауабы Г. Түйе сүтінен өндірілетін бірнеше тағам түрлері. Жақсы, ондай айтылмаған дұрыс. Екінші тапсырма. Шұбаттың шипалық қасиеті мәтіндегі тірек сөздерді тауып, синонимдік қатарын жазыңыз. Сөздерді айт. Жазылу қасиеті шұбаттың құнары, қазақ емшілері құлан таза аяға шұбатпен емдейді. Тірек сөздер, жақсы. Тірек сөздерге синоним, сенің өзіңнің тірек сөздерге синоним. Үшінші тапсырма шұбаттың шипалық қасиеті мәтін бойынша екі проблемалық сұрақ қарастырылды. Шұбат 2-3 күн созылмалы ауру жазылама. Жазылама?
15-20 күн ішіп емделу керек. Иә, 2-3 күнде жазылмайды. Бір курс 15-20 күннен тұрады. Иә, Шыбаттың жақсы. Екінші сұрақ. Өкпе шалдыққан адамға шұбат ішкізіп емдесе қандай өзгерістер болады? Қандай өзгеріс болады? Яғни туберкулезбен улану белгілері кетеді және де патологиялық өзгерістер жойылып өкпенің тұраған түсі жабылады. Тамаша. Келесі тапсырма есеп. Қымызда түр. Жинақ мәтін кешір. Жинақ мәтін. Шұбат дегеніміз жүйесі. Негізінен шұбат өте пайдалы әрі құнарлы сусын болып табылады. Құнарлы болғаны сонша, ежелгі қазақ емшілері осы шұбатты емдеу қабілетіне қарай ұсынған болады. Шұбат түрлі созылмалы ауруларды 15-20 күн ішсе, аурудың ізін де қалдырмайды. Тамаша. Сізге күніне 1000 килокалория құнарлықта шұбат немесе қымыз ішу қажет болса, сіз қанша литр шұбат немесе қымыз тұтынар едіңіз? Қымызда 499 немесе 529 килокалория бар. Ал шұбатта 789 немесе 991 килокалория бар. Сонда қымыздың шамамен күніне 1 литр, ал қымыздың 2 литр ішіп тұтынушы едім. Балалар, жақсы бағалап жеріңдер. Бағалап жібереміз. Қанша ұпай алды? Тамаша, жақсы. Енді балалар, қазір отырыңдар орындарыңа. Балалар, сүт өнімдерінің тақырыбынан сендерге үйге шығармашылық жұмыс берілген болатын. Үздік деген балаларды таңдап алып шығарып тұрмын. Тамашалайық. Пақ шіркін, бұл шұбаттың дәмі қандай, сергітіп, шөлді басып қандырадай. Пайдасы қасиетті бұл сусынның, тамсанып, таң қалдырған бізді талай. Құрамы дәрумендер құнар толған, қарттарға таптырмас қуат болған. Дертке дауа, денеге күш, пайдасы зор. Ендеше күнделікті сен де қолдан. Ішіп көрдім шұбатты, пай-пай шіркін ұнаттым. Денсаулыққа пайдасы зәмзәм суы сияқты. Неткен ғажап дәм еді, дәмін бірдей ұнаттым. Денсаулыққа пайдалы талай дертті жояды. Ауыр дертке емдәрі, аңсап ішер ел бәрі, ұлы дала байлаған. Шіркін бал, қымыздың ұмытылмас бұл дәмі. Пақ шіркін айран іштім қоюлатып, матадан кесте тіктім оюлатып. Апамның шайы менің айранынан, ішетін таң көзінен қоюлатып. Сақталып талай ғасыр бізге жеткен, ішкен жанды сауықтырған небір дерттен, аппақ боп ұйытылған бұл айранның пай-пай шіркін, керемет қой дәмін еткен. Құрамы толы небір дәруменге, пайдасы қасиеті мәлім елге. Қазағам сый көрсеткен айран құйып, құрметтеп қонағым келген үйге. Шіркін қымыз-ай, ыстықта сусын таппағанда байлар ішкен қымыз, енін күлінен ем еткен қымыз, пай-пай, ақ қымыз, бозған қымыз, сарғыл қымыз. Түйе сүті пайдалы емдік қасиетке бай сусын. Шұбат ішіп ағайын, әлденіп мен алайын. Шұбат ішіп балақай, бір сергіп қал алақай. Дәруменге бай сусын, дастарханында тұрсын. Өте жақсы. Сыныптың балалар үздік деген жұмыс екен. Қанекей Арман, достарыңды 3Q әдісімен бағалап жіберші. 3Q. Құнды, қызықты, қазақша және қазақша. Өте жақсы. Балалар, қазір біз сендерменен бүгінгі сабағымызды бекітіп, онлайн мектеп тапсырмасын орындаймыз. Қазір барлығымыз онлайн мектепті ашып, өздеріңнің басты беттеріне кіріп бүгінгі сабаққа өтіңдер. Дайынбыз ба сабаққа? Жақсы. Олай болса, бірінші тапсырмадан бастап орындаймыз. Тексеруді ұмытпаймыз балалар. Себебі тексеруді ұмытып кетсеңдер, ұпай сандарын кем қалады. Арман, сен
мүлдем орындамай әлі бастамай деп отырсың. Неге? Сыр болсын ба? Сен мониторингтен шықпай тұрсың. Обновить етіп жіберіп интернетіңді. Ералы біраз жылдамдық қосамыз. Жасұлан біраз жылдамдық қосамыз. Арман сенбетін нәрсе дұрыс болмай тұр ма шамасы? Орындасың ба? Астынан тексеру деген басылыпсың ба? Алдыңыз. Болғаны тамаша, өте жақсы. Болған балалар қолын көтеріп отырамыз. Болған балалар қолын көтеріп отырсын. Жақсы түсіндім, түсіре тұрыңдар біраз. Жасұлан біраз жылдан келеді. Тамаша, болған балалар да бар. Біраз жылдамдатамыз. Арман сен неғып екенін көрмей тұрсың. Ералы жылдамдатамыз. Тамаша, өте жақсы орындаған балалар бар. Өте жақсы. Арманұлы Асанәлі 7 бала отыр. Бейсенбекова Гүлназ 10 бала отыр. Илдосова Ажар біраз жылдамдатайық. Ақжол 9 балалы отыр. Динар 10 бал, өте жақсы. Динар жарайсың. Нұржамиля жылдамдатайық. Наргиз тамаша 10 бал жылдам отыр. Мырзабек Мирамик жылдамдатайық. Жарқын жылдамдатамыз. Айдина жылдамдатамыз. Карина өте жақсы 10 бал. Жандос 10 бал. Алина жылдамдық керек сәл. Серікбек Мерей жылдамдатамыз. Қазмен ағылап тетіп жүрейін балалар. Қазір. Тамаша. Жасұлан мен Ералы. Көмек керек па? Топ көмектесіп береміз, топ мүшелері. Жасұлан мен Ералыға көмек көрсетіп беріңдер. Жасұлан мен Ералыға көмек көрсетіп берейін. Өте жақсы балалар. Өте жақсы. Барлығымыз болдық-ау деймін орында. Тамаша. Мына балалар мониторингтан осылай әркім мына жерде мына бүгінгі осы орындаған бекіту тапсырмасы бойынша балдарың шығып тұр. Ең төменгі бал менің көруімде 7 бал екен. Ең төменгі бал. Өте жақсы балалар. Өзіңізге от шашумен балалар. Өте жақсы. Рахмет. Жазып алыңдар. 5-ші тапсырма 127-ші бет балалар. 5-ші тапсырма 127-ші бет. Жеңіл тапсырма берілген сабаққа қатысқандықтарыңызға рахмет балалар. Өз-өздеріңді бағалап айтып ешкім кет. Гүлназ, өзіңе неше ұпай қойдың? Мен комфортта бірінші орын алғандықтан жарайды, жалпы ұпайын айтсам. Жалпы ұпай 57. Жақсы, 10 бал саған. Динарға тақтада біраз қателестің, 8 бал. Ажар 7 бал қоямын. Мына жерде Фариза 8 бал, Жарқын 10 бал, Жандос 7 бал қоям, Мерей 6 бал, Нұржамиля кішкене қатыспадың сабаққа, Карина 10 бал, Айдина 6 бал, Ерсұлтан 6 бал, Ақжолға да 6 бал қоям, Наргизға 8 бал қоям балалар. Жақсы, үй тапсырмасын жазып алыңдар ғой. Рахмет балалар, назарларыңызға сабағымыз аяқталды.